Қайырлы күн достар, Іскер Азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Каспи қосымшасынан штрафты қалай төлеу керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін платежи деген бөлімге кіреміз. Кіргеннен кейін все дегенді таңдап, мына жерде штраф и налоги дегенді таңдаймыз. Осы жерден штраф ин бойынша және удостовіріңіздің номерін көрсетесіз. Көрсетесіз. Проверить дегенді басқаннан кейін, міне сіздің штрафыңыздың көлемі көрсетіліп тұрады. Осы жерден оплатить дегенді басып, өз штрафыңызды төлесеңіз болады. Міне біздің штрафымыз төленді. Және бұны история бөлімінен көрсеңіздер болады. Міне штрафыңыздың төленген туралы түбіртегі.